Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен Асылым мен Димаш. Бүгін біз челлендж түсіреміз. Бүгінгі күн біздер жасыл тағамдармен ғана тамақтанамыз. Біздер осындай тағамдар алдық. Енді осылардың бәрін дәмін көріп, сіздермен бөлісетін боламыз. Алдымен қайсына бастаймыз? Чипсы. Давайте бастайық. Асылым, Димаш ашағы жайлап ал. Ал скитлсты ашамыз. Давай Асылым ашағы. Так, мен Асылым скитлсты ашқанша сіздерге көрсетіп өтемін. Мынандай сок, біздер спрайт алдық, чай алдық, альпенгольд, мынандай не. Нет, мармелад кислый. Сникерс екеу алдық, екеуіне. Сосын, так, мынау печенье несі кетті, атауыз. Жетісу деген печенье, тук, мынандай конфеттер алдық. Сосын мынандай біз не алдық? Йогурт. Потом осындай не, мармелад и қан. Сосын форсайт па, на печеньені алдық. И мамбо бар екен ғой. Так, скитлс ашылмай жатсыңдар ма? Олай ашпайды ғой балалар. Жоғарысына ашасыңдар, жоғарысын татасыңдар. Әке, так, скитлсты алдық. Әке, мен шашып берем. Жерге кішкене түсіріп алдым, я. Ладно, ештеңе етпес. Так, скитлсты білесіздер ғой, дәмін, я. Білесіңдер ғой, екеуің. Бұл андай кислый, да? Нені дәмі шығады? Так, мен мысалы фиолетовый жеп көрейін. Алма қандай цветіне шығады? Алмамыз менікі. Менікі банан. Сарысын жедім бар. Мен фиолетовый жедім, виноградын дәмі шығады. Сенде қандай фиолетовый? Виноградын дәмі шығады. Так, балалар енді екінші қайсын жейміз? Мамбо. Давайте мамбоны. Димаш ашағы. Ашыңдар. Біреудің ішінде еще андай нелер болады да, қызылы, көгі. Біз несімен алғамыз қой. Сіздерге дос. Ал, давайте дәмін көріңдер. Ненің дәмі шығады сарысынан, Димаш? Банан. Банан, ой, Асыл. Ананас. Қызылдан ананас, маракуйя деп тұр анау. Персимай маракуйя. Асылым дұрыс айыра алмайды. Так, енді нені ашамыз? Сендерге ұнады ма мамбо? Жеп жүрсіңдер ғой жалпы, я. Так, енді йогурт соны ашайық, Димаш. Екінші, давайте сникерс. Ал сникерсті ашамыз. Біреуін аша беріңде солардың. Сникерсті аштық. Димаш да бөл. Күшті ма сникерс? Так, мына сникерс деген. Қайда сырт несі? Екіншісі қайда? Мынау деген немен екен? Лесной орехпен. Давай мармелад жейміз енді. Ашағы мармелад. Аштық, міне бізде мармелад бар. Мишка, я. Қызылын жеғадым. Қызылынан клубниканы дәмі шығады. Сен жерден? Мен қызыл. Қызыл емес, сен андай не ғой? Бордовый. Типа клюк болман сондай бір нәрсені дәмі шығады сендердің, я. Сондай вкуспен жеп жатсыңдар ғой. Қалай достар, сендерге қалай қыздар балалар ұнап жатыр ма? Енді
Димаш өзінің любимый чипсын жеп жатыр. Енді тағы нені ашамыз? Давайте панда ашамыз. қайтуға керек. Біз негізі бұны көп алмаймыз. Талтипа. Бұл да чипсы. Қалай? Жаттыкі. Біздер негізі бұны көп ала береміз. Так, енді сок құяйын, иә? Иә. Так, спрайт ашып жатырмын. Тағасым стакан ұстаңдар. Қазір құямын. Оп. Ақ болар ма? Димаш, стакан мына жерге қойшы. Суақсыз. Екеуі спрайт ішіп жатыр. Ащы ма? Иә. Енді тағы не жейміз? Тук-тук. Давайте тукташыңдар. Тук. Алып кел бері қарай. Бетбек ортасынан бөл. Ортасынан бөл, бір үлкен олды. Сындыр ортасынан. Иә, басқасын алшы, сен сынбай отырған. Сосын қойда сол жерге ортасынан сындар көрсет видеоға. Типа біз ASMR сияқты деп түсіріп жатырмыз, сол үшін. Я бұл. Я жинер алды, айтыңдар. Пуста. Бұл да бізде сметана зеленмен. Бізде мынандай тук, сметана зеленмен. Мына камера нестіп жатыр. Со вкусом сметаны и лука дейді. Екеуі біздер түсіре алмай отыр. Бізде енді жемеген. Енді Альпен қойып ашамыз. Альпен қойып ашты. Ол деген сындырғандай. Йогурт. Аслын, Димаш, аслын бере йогуртынды. Так, йогурттарды. Уникальный. Мына батырмасыңдар, иә? Не өлесің? Енді мынандай рахатовский жетісудың печенье жейміз. Осыны ашамыз. Так, мына нені аштық, мына печенье аштық. Енді дәмін көріңдер. Бұл бізде бұрын болатын еді, осындай бала кезімізде печенье. Ностальгия. Күшті. Старый добрый вкус. Сливочный, да, ма? Оташа. Енді бізде почти бәрін дәмін көріп қалған сияқтымыз, иә? Бәрін көрсетіп шығайын. Достарға көрсетіп шығайын. Біздерде так сникерс жедік, мына біреуін аштық. Давайте мынаны ашып бөлейік ортасынан. Давай. Қазір ашып. Аша аласың ба? Тіспен кетті. Әкел ашып бет. Так, аштық. Бізде бұның іші мынандай не? Зефир сияқты. Нут па сондай. Нугат дей ма, не деп айтады. Күшті ма? Жасым осыны алғысы келмей жатқан. Мамам айтты маған, неге алып жатырық деп осыны магазинде. Мен айтамын, мен жасыл тамақтар аламыз ғой деп. Алғым келмейді. Жеп көрдің бе?
Так, енді бізде бәрін дәмін көрдік, иә? Йогуртты жедік, чай. Чай қалды, Да. давайте чайды құйық. Енді біздер чайды ашамыз, Фьюсти. Асылымға бір алып бердім. Так, енді стакан құй. Иә. Күшті ма? Иә. Ұнап жатыр ма? Бұл ананасы, иә, біз постоянно аламыз бұл чайды да. Осыны аламыз біз көбіне Фьюстидан. Осы мынандай нені спрайт дегендер көп жүрген жоқ, біз көбіне осындай Фьюсти ішіп жүрміз. Так, енді бізде не қалды ашылма? Жаңа, иә, кислый мына мармелад. Так, бұның іші мынандай. Егер жақын түсірсем бұлдырап кетеді. Кислый гусень. Ашамыз, асым аша аласың ба? Так, мына жерге, көрсетейін мына жерге шашып төкпесем былай қой. Иә, бәрін шашпай ет мына жердің бәрі. Дәмін көріңдер енді. Біз бұны алып көрген жоқпыз, иә, бұл мармелад жеп көрген жоқсыңдар ғой. Қалай екен? Кислый жақсы ма? Жақсы көресің ба, Димаш, кислый? Асылым тук, иә, онда көбіне аласыңдар. Иә, Димашқа тук ұнады, асылға фан ұнады, иә. Так, достар, осымен біздер видеомызды аяқтаймыз ба, балалар? Келесі видеода кездескенше бізге міндетті түрде лайк басып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер, иә. Лайк бассаңыздар, алда келесі видеода, иә, қызықтырып видеода сүреміз. Молодец. Біздер келесіде лайк басатын болсаңыздар, біздер қызықты видеолар түсіреміз деп Асылым айтып жатыр. Достар, осымен келесі кездескенше сау болыңыздар. Қызықты видео күтіңіздер.